Мен. Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Ера, ал бүгін болса Stick War Legacy деген ойынды ойнайтын боламыз. Ал онда болса кеттік. Так, қайтадан біз играть басамыз, сосын классика, компания и жалғастырамыз. Бүгін біз осы Вествиндқа барамыз, потом барып біз нағын барамыз деп ойлаймын. Так, онда өсе кеттік. Вествиндті босатыңыз. Өлсінастрел мен каптиондар одақ құрып, Вествинд тұрғындарын деспотикалық ережелерді енгізді. Осы бейтарап жерлерді азат етіңіз. Өлсінастрел каптиондар мүсінін жойыңыз. Так, мына жақты қайтарым босату керек екен. Так, мынау каптиондар. Ошын стрел мен каптиондар. Екеп садақшымен көрекші осындай спартанистер көрекші. Так, міне елу адам жиналды. Бір шықты отыр, бір әдем емес, енді бір нормальный қатары жоқ, навар сияқты. Ну, бәрі де кеттік атаға. Мен қайтарым бастайық. Так, қазір бізде өзгеше тактика. Біз қазір екі қатар мындай каптиондарды алдық, потом бір қатар мақтарды алдық, сосын екі қатар ушын стрелді алдық, ауыл өсе кетті. Так, жеңіл мүмкін. Жеңеміз алып. Жеңдік. 50 адам болып тұрып жеңдік қойлаңыздаршы. Басқа отты босатып алдың, жауымызды төбеліге қашты. Сіз қауіпті жолға түсуге тұруа келді. Мен енді суғы жаққа кетіп қаптаны. Так, енді бізге не істесек болады? Мынаны, сосын мынаны көйтем ойдым. Болды. Жететті ойлайм енді. Так. Онда есе кезінаған барыңыз бір дегенге. Терші сиқышылар лагеріне шабу. Ойбымақтарын жерлерін басып алғаннан кейін, осы ұлттың барлық әйелдерін босату шартымен тапсырыс туралы келісімге қол қойылды. Ойбымақ басшыларының кейбір әйелдермен бірге қашып кетті. Содан бері әйелдер өздерінің күшті заклинания жасау арқылы емдеудің сиқырлы табиғатын меңгерді. Тұтқынға алынған ойбымақтар біз үшін соғысуға бас тартты. Иномортан сиқышыларым бақылауды қайтарыңыз. Ой, короче, барбаш. Ана қыздармен төбелесеміз, ё-моё. Так. Мынау қыз. Мощный сияқты. Сол енді соғысын төбелесеміз. Төбелесеміз, соғысамыз. Біздің сарбаздарымыз жөн. Еще біздің мақтарымыз соғыспаймыз деген оны. Мынау либо өте мықты, либо анау қызы ұрамайды. Так, барлығы жиналды. Ал онда біз кеттік. Уақыттыға найза ойбымақ сауық кетпей тұрып, ойбымақты өлтіруі мүмкін. Так, кет қайтарам. Енді үшеуіз кеттік, екі қатар спартанист, екі қатар сарбаз, және де 4 қатар садақшы. Енді көмектесек деп ойлаймын. Все, просто пустой. Атындар енді пустой болыпты, поля пустой вообще. Прямой атындар. Қиналып кеттім ғой сендермен. Не деген тупой едіңдер? Керемет қиналып кеттім ғой осы медик па біреу үшін. Қандай ища еді. Кетті енді қайтарынан таңда екіншісіне. Енді нормально осы екен мұнау.
Иномортаның біріккен жабайы тайпалары. Алаяқ немшелер тайпасы бірігіп Иномортаны басып алмақшы. Олар өздерін Иномортаның біріккен жабайы тайпалары деп атайды. Бұл тайпалар жеңіліске ұшыраған жауларын терісі мен бас сүйектерін киетіндігімен танымал. Иномортаның біріккен жабайы тайпаларын талқандаңыз. Не оқып кеткен тағы да бір нәрсе деп отыр, түсінбедім. Ондай бір жабайы біреу. Тоже бір мақтар, бағана лекар бар. Лекар бар несі. О, ана жерде спартанец бар екен. Спартанец анда еще. Так, осы екен. Мақтап атты ғой еще бізге. Үй шақ сүмей келе жатқан емес па маған. Чық. Өзім қадам сөз. Шық, келе. Шық. Ұртын газы қолды бізді. Так, сарбаздарымыз ондай болса дайын, ал ондай болса кеттік. Все, міне бағанан бері үсті ойнау керек еді ғой. Тайпалар бөлініп, жабайы өлмек костюмын алдыңыз. Бір костюм үшін төбелескен соң, ё-моё. Мынау не? Осы істеу керек па, негізі? Ағаны кеттік. Елсіз жер, елсіз өлкенің байығы тұрғындар алпауыт құбыжықтар екен. Мәйін дәуеге адамды төбелесеміз кәдімгі. Шынымен дәуеге адамдар. Қай түрінен болмайтын. Слишком ғой. Адам емес екен бар ғой шынауы. Так, біздің сарбаздарымыз жиналды, ондай болса кеттік. Все, наконец-то, есть. Күшті, керемет, найс. Сіз қаңырап, бос жатқан жерлердің варвар тұрғындарын жеңдіңіз. Алыптар болашақ шайқастарда пайдалы болуы мүмкін. Вообще, мықты адамдар ғой. Біздің врагымыз болмаса так. Так, енді біз не істейміз? Так, мынаумен. Так. Мынаны көйтеміз. Все. Керемет. Ал сіздерге бұл видео өте қатты ұнаса, мен видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және каналға подписка жасаңыздар. Сіздермен болған мен Ера, қош сау болыңыздар.